Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 152-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы құрама есептер, ғарыш айлақ. Сабағымыздың мақсаты құрама есептерге талдау жасап, оны шығарасың. Балалар, бүгін біз құрама есептер жайлы білімімізді пысықтаймыз. Оқулығымыздың 83-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға қарайық. Есепті шығар. Ғарыш айлақта тіктөртбұрыш тәрізді кіші бақылау алаңы салынды. Бұл тіктөртбұрышты алаңқайдың ұзындығы 400 метр, ал ені оның ұзындығының 8-ден 5-ін құрайды. Алаңқайдың қоршауының ұзындығы қанша? Яғни балалар, қоршауының ұзындығы дегеніміз тіктөртбұрыштың периметрі деген сөз. Есепті шешуін жазамыз. Ұзындығы мұнда 400 метрге тең, ал ені белгісіз 8-ден 5 бөлігі. Енді енін тауып аламыз. 8-ден 5 бөлігін табу үшін 400-ді 8-ге бөліп 5-ке көбейтеміз. Сонда ені 250 метр болады. Енді тіктөртбұрыш тәрізді алаңның периметрін табамыз. Есептің жауабын жазамыз. Үшінші тапсырмаға қарайық. Есептерді теңдеу құрып шығар. Екі фермердің еккен картобы бірдей түсім берді. Екеуі бірге 450 тонна картоп жинады. Егер біреуі 8 гектарға, екіншісі 10 гектар жерге картоп еккен болса, әрқайсысы әр гектардан қанша тонна түсім алды? Есепке мынандай шешуінде мынандай теңдеу құрып алайық. 8 бен 10-ның қосындысын x-ке көбейтсек, 450 шығады. Теңдеуді шешіп, есептің жауабын жазайық. Енді төртінші тапсырмаға қарайық. Есепті шығар. Алматыдан Байқоңырға қарай бір уақытта 63 км/сағат жылдамдықпен автобус және оған қарама-қарсы 77 км/сағат жылдамдықпен автокөлік жолға шықты. Екі қаланың ара қашықтығы 1386 км. 6 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қанша болады? Әр көлік жолда неше сағат болады? Балалар, бұл есепті шешу үшін біз мына формулаларды қолданамыз. Қашықтық формула, қозғалыс формулаларын қолданып, есепті шығар, жауаптарын жаз. Бірінші формуланы қолдана отырып, біз олардың ара қашықтығы қанша болатынын тауып аламыз. Екінші және үшінші формулаларды қолдана отырып, біз автобус пенен көліктің жолда қанша сағат болатынын анықтаймыз. Есепті шығарамыз. Өздік жұмыс. Оқулықтың 83-85 беттеріндегі номер 2-ші тапсырманы, номер 3-ші тапсырманың әсін, номер 5-ші тапсырмаларды өз бетінше орында. Іске сәт, балалар.